Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Біздің ұлттық валютамыз теңгенің соңғы шығарылымын көрдіңіздер ме? Мен көріп, шынымды айтсам, өте қатты қуанып отырмын. Себебі ол жерде қай бетінен алып қарасаң да орыс тілі жоқ. Барлығы қазақ тілінде жазылған. Керемет. Мен бұны 100% қолдаймын. Неге десеңіздер, ұлттық валюта деген сөздің өзінде ұлттық деген бар да. Ұлттықтың артында сол ұлттың тілі, жаңағы әдет ғұрпы, сол ұлттың мәдениеті жатыр да, ағайын. Сондықтан қазақ ұлтының ұлттық валютасы міндетті түрде қазақша болу керек. Құптаймын, 200% құптаймын, құрметті қазақ елі. Сол үшін мынау одан кейін бізде андай маған көбінесе жазатын комментаторлар бар, білгіштер деп атаймын мен оларды. Бетет, сен немене тарихты айта бересің, тарихты айтқаннан бірдеңе табасың ба, неге қазіргіні айтпайсың, дейтіндер бар ғой. Вот соларға да бір жауап ретінде бұл жерде біздің теңгемізде кәдімгі сақ дәуірі көрсетілген да, кәдімгі сақтардың кезіндегі иероглифтер, сақтардың кезіндегі болған тұрмыс тіршілік, солар көрсетілген, құрметті қазақ елі. Бұл не деген сөз? Бұл біздің мемлекет өзінің тарихын ешқашан ұмытпайды және тілін қастерлейді деген сөз. Құрметті қазақ елі, мынау теңгені көріп мен шынымен де қуанып тұрмын, себебі тіл жойылса ұлт жойылады, ол ақиқат. Сондықтан бізде Қазақстанда бір ғана тіл, ол қазақ тілі. Ұлтымызды сақтайтын болса, қазақ тілін жоғары қарай көтеруіміз керек. Ал оны көтеру үшін ұлттық валютадан біз бастағанымыз өте дұрыс ход болды негізі. Өте дұрыс ход болды негізі. Бұрында 1000 теңге деп тұратын еді екінші бетінде. Қазір қай бетін ашып қарасаң да 1000 теңге деп тұратын болды. Ризамын. Сондықтан ұлтымызды құртып алмайық, құрметті қазақ елі. Ұлтымызды сақтау үшін тілімізді дамытайық. Ал тілімізді сақтау үшін, құрметті қазақ елі, тарихымызды зерттейік. Аман болыңыздар.